Дүниежүзінің саяси картасындағы 250-ден астам елдің карта бетіндегі орны бірдей секілді болып көрінгенімен, олардың дүниежүзілік геосаясаттағы басқа елдерге ықпал етудегі орны, жер бетінің экономикалық ахуалындағы рөлдері әртүрлі. Бір елдерде зәулім биік ғимараттар болса, екінші елдерде халық кішкентай жертөледе өмір сүріп жатыр. Бір елдердің өнеркәсіп орындарының шығарған бұйымдары дүниежүзілік нарықта таралған болса, екіншілердің экономикасының негізгі салалары туралы біле де бермейміз. Бір елдер туралы теледидар мен әлеуметтік желілерде де жиі мәлімет пайда болып отыратын болса, екінші елдер туралы географиялық анықтамалардың өзінен мәлімет табу өте қиын. Олай болса, аталған сұрақтардың пайда болуына қандай себептер әсер етеді? Аталған сұрақтарға жауап беру үшін елдер арасындағы айырмашылықтардың қандай белгілеріне назар аударуымыз керек? Елдердің экономикалық даму деңгейін анықтаудағы ең негізгі көрсеткіш ретінде не алынады? Аталған көрсеткіштер арқылы елдерді қандай топтарға бөлуге болады? Осы көрсеткіштер қалай анықталады және олармен қалай жұмыс жасауға болады? Дүние жүзінде 251 ел бар болып есептеледі. Осының ішінде 193 тәуелсіз, суверенді ел және 2 Ватикан және Палестина бақылаушы ел болып табылады. Бұдан қалғандары танылмаған, жартылай танылған елдер тобы да бар. Дүние жүзі елдерін экономикалық даму деңгейі бойынша жіктеумен халықаралық ұйымдар айналысады да, олардың деректер базасын жасақтауы олардың өз қызығушылығына байланысты болады. Мысалы, дүниежүзілік банк елдердің экономикалық дамуының қаржылық көрсеткіштерін алатын болсақ, Біріккен ұлттар ұйымы осы елдердің экономикасының елдегі халықтың әлеуметтік жағдайы мен елдегі демографиялық жағдайға көбірек мән береді. Ал дүниежүзілік валюта қоры осы елдердегі жалпы ішкі өнімге, осы жалпы ішкі өнімнің жан басына шаққандағы орташа көрсеткішіне басымдық береді. Осыған байланысты елдер экономикасы жақсы дамыған елдер, өтпелі экономикалы елдер, дамушы елдер топтарына бөлінеді. Бұл елдерді экономикалық даму деңгейіне қатысты топтарға бөлу барысында жіктеудің осы жұмысты жүргізуші ұйым қызығушылығына қатысты болатындығының есте болу қажеттігін байқатады. Дүниежүзілік ұйымдар мен зерттеуші институттар жер бетіндегі елдерді экономикалық даму деңгейіне байланысты жіктеуде елдің экономикалық даму көрсеткіші ретінде елдегі жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімді алға қояды. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімді анықтау үшін жалпы ішкі өнімді елдегі халық санына бөлеміз. Бұл көрсеткіш бойынша елдерді экономикасы дамыған елдер, дамушы елдер болып екіге бөлуге болады. Экономикасы дамыған елдер Европаның, Азияның, Африканың, Солтүстік Америка, Австралия мен мұхиттық аралдардың 60-қа жуық елдері кіреді. Ал дамушы елдер Азияның, Африканың, Латын Америкасы мен мұхиттық аралдардың барлық елдері жатады. Экономикасы дамыған елдер екіге бөлінеді. Жоғарғы дамыған елдер, орташа дамыған елдер. Жоғары дамыған елдерге ақш, Жапония, Германия, Франция, Ұлыбритания және Канада жатады. Ал орташа дамыған елдер 4 Европа елдерінен басқалары және қоныс аударушы капитализм елдері жатады. Жоғары дамыған елдер 2017 жылғы халықаралық валюта банкының есебі бойынша жалпы ішкі өнім 30 мың және 60 мың доллар аралығында. Ал орташа дамыған елдер 2017 жылғы халықаралық валюта банкының есебі бойынша жалпы ішкі өнім 20 мың 60 мың доллар аралығында. Жоғарғы дамыған елдер дүниежүзілік өнеркәсіп өнімінің 50%-ын, ауыл шаруашылық өнімінің 25%-дан астамын өндіреді. Орташа дамыған елдер өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының жеке салаларындағы өте жоғарғы маманданған елдер. Жеке салалар бойынша 50-60% өндірілген өнім мөлшерін береді. Дамушы елдер қарастырылатын ерекшеліктеріне қарай жіктеудің бірнеше түрі бар. Осы топтарды топтастыра келсек, олар төмендегідей бірнеше топқа бөлінеді. Көшбасшы елдер, жаңа индустриялық елдер, мұнай экспорттаушы елдер, плантациялық шаруашылық елдері, жалға пәтер беруші елдер, дамушы жағынан артта қалған елдер болып бөлінеді. Жеке елдер тобын Кеңестер одағының ыдырауы нәтижесінде пайда болған өтпелі экономикалы елдер тобы құрайды. Бұл дүние жүзі елдерінің жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім мөлшері бойынша жіктелуі болып табылады. Дүниежүзілік қауымдастықтың бүгінгі алдына қойып отырған ең бірінші мәселесі
Бұл аталған айырмашылықтарды мүмкіндігінше алшақтауын тежеу және азайту болып табылады.